Жанат қай жерде? Аяғының астында. Мынау мама. Мынау папа. Мынау дядя. Мынау тетя. Олардың статусы бірдей. Құрметте ше. Құрметте статусы бірдей олардың. Дядя, тетя деген солардың туған бауырлары. Екі жақтан да. Мама жақтан, папа жақтан. Жанат қай жерде? Аяғының астында. Бұл жер жанат. Жанатқа кіру үшін не істеу керек? Иілу керек. Гарденияны сындыру керек та. Сол кезде ол жанатта. Егер қарсыласатын болса, қырсығатын болса, қақиып шыға келеді. Жанаттан дұрыс па? Шығарып тастайды оны. Гардения оны шығарып тастайды. Иілетін жанатта. А жанатта бүкіл жақсылықтар бар. Жаманшылық жоқ. Тек жақсылық. И ол аяғының астында. Аяқ астында қалай кіреміз оның астында? Құрметпен. Құрмет деген не ол? Құрмет деген оның сөзі менікінен жоғары. И мен оны қабылдаймын. Құранда не дейді? Ата-анаға не демеңдер? Туф деме дейді, дұрыс па? Уф деме дейді. Потому что ол претензия. Ата-анаға туф деу ол претензия ма? Мен ішімде претензия болмау керек. Уф демеу сыртында емес ол. Ішінде. Уф демеу. Мен қожайын емеспін, меншігім емес. Поэтому оған да құрметпен қарауым керек. Кім үшін? Алла үшін. Алла үшін. Төмен санайтын болса, менсінбейтін болса, құрметсіздік болады. Сол кезде приказ береді. Сөйтіп, дүниеге келдік. Ең бірінші әрекет қандай? Демалу. То есть біз қоректенеміз. Мамасына көмектеседі. И мамасы жаңадан туылғандай болады. Бала сияқты, нәресте сияқты. Сөйтіп дүниеге екі нәресте келеді. Жап-жаңаша. Су жаңа. Иша күнәсі төгіледі маманың. Көтергеннен бастап Алланың жолында соғыста жүргенде сауап алады. Ол әшейін сауап емес. Алланың жолында соғыста жүргенде сауап алады. Көтергеннен бастап. Әулие өкітеді, батасын алу керек.